Айдың 25 қара сөзі. Жалпы балаларды оқытқанда дұрыс, бірақ та оның жағдайын жасап, солайынан істеуге де болмайды. Себебі бала өзінен өзі осылай есіріп, сондай жаман қылық көрсетіп кетуі мүмкін. Жалпы кейбір ата-аналар былай ойлайды: баламды басты қадағаласам болды, сабағын тураласам болды деп ойлайды. Бірақ та бұл дұрыс емес. Себебі бала өзіне ұнаған бір өнер немесе мамандықты таңдап, соған қарай жолды тауып, соған қарай жүру керек. Не үшін десеңіз, себебі мысалы бала ертең дәу болғаннан кейін мамандық іздей алмай қиналуы мүмкін. Жалпы ата-аналар, біз балдарымызды орысшаға оқытуымыз керек. Себебі былайынан сырттай қарап тұрсаң, орыстарда бәрі бар. Оқу, ислам, жалпы олар қазақтан гөрі осы орнымыз ауысқан сияқты. Қазақ орыс, орыс қазақ сияқты да. Себебі орыс қазақтардың да тілін үйреніп, өзінің тілін де өшірмей, басқалардың да тілдерін ұстанып жүр. Енді осы орыстар бәрі бар оларда. Олар да қазақтар сияқты ислам дінін ұстанады. Тағы да басқа да оқу, химия, алгебра, басқа да осындай сабақтардың бәрі орыстардан шыққан. Сондықтан да біз балаларымыздың бәрін орысшаға оқытуымыз керек. Мысалы, ертең осы орысшаға оқыса, уже барлық елге танымал болып, уже абыройы көтеріле бастайды. Сөйтіп, абыройы көтеріле басталғанда енді бір жер көшеде бір жері жыртылса да, ашылып қалса да, ол қам жемейді. Себебі ол орысша оқыған ғой, сондықтан да оның абыройы түспейді.